How do you do, children? Сәлеметсіңдер ме, балалар? My name is Гүлзада Баусариева. Менің аты жөнім Гүлзада Баусариева. Let's start our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Today we will have a journey by the sea. Бүгінгі сабағымызда теңіз жағалауына саяхат жасаймыз. Sea, теңіз. Water, water everywhere. Теңіздің жағасында біз не көреміз? Теңіздің айналасының барлығы су болады, иә? And what can you see by the sea? Теңіздің жағасынан қандай нәрселерді көре аламыз? Can you name some things by the sea? Теңіздің жағасында қандай заттар болатынын атап көріңдерші. Okay, now continue our lesson with the vocabulary. Ендігі сабағымызды ары қарай сөздікпен жалғастырамыз. Make sand castles. Repeat after me. Make sand castles. Құмнан қорған салу. The next word, келесі сөзіміз. Collect starfish. Repeat after me. Менің соңымнан қайталаңыздар. Collect starfish. Теңіз жұлдызын жинау. Swim. Swim. Жүзу. Go sailing. Go sailing. Қайықпен жүзу. Eat ice cream. Eat ice cream. Балмұздақ жеу. Go fishing. Go fishing. Балық аулау. The next part of our lesson concerns to the verbs and phrases. Сабағымыздың келесі бөлігінде етістіктер мен фразалық етістіктерді танимыз. Now look at the pictures and let's match the phrases. Суретке қарап, етістіктер мен суреттерді сәйкестендіреміз. Picture A. Get wet. Repeat after me. Get wet. Үсті басы су болу. Picture B. Water ski. Water ski. Суда сырғанау. Picture C. Pool. Pool. Келесі суреттегі pool, яғни хауыз деген мағынаны білдіреді. The next picture in the dive. Picture E. Dive. Суда сүңгу. Surf. Surf. Судың бетінде сырғанау. Okay, now let's repeat all the verbs and phrases. Get wet. Get wet. Үсті басы су болу. Sail. Қайықпен немесе пароходпен жүзу. Water ski. Суда сырғанау. Surf. Surfing, яғни су бетінде сырғанау. Pool. Хауыз. Dive. Сүңгу. The next part of our lesson is present continuous, the grammar part. Сабағымыздың келесі бөлігі грамматикаға арналады. Present continuous, нақ осы шақ. Present continuous describes the action which is happening now. Нақ осы шақ
дәл қазір болып жатқан іс-қимылды сипаттайды. Сөйлемнің 3 түрін қарастырамыз. Let's look at the 3 forms of this sentence. Positive form, negative form, and interrogative form. Болымды түрі, кері сөйлем және сұраулы сөйлемдерді қарастырамыз. Look at the positive form. Сөйлемнің болымды түріне қараймыз. Нақ осы шақта сөйлеу құрау үшін I am, одан кейін етістік жалғанады, етістікте ing жалғау болу керек. Және сөздің соңында now деген сөзбен аяқтаймыз. Now дегеніміз қазір деген сөз. Осы формамен сөйлем құрастырып көрейік. I'm studying now. Мен қазір сабақ оқып отырмын. I дегеніміз яғни мен. Келесі есімдіктер you, we, they. Бұлардан кейін біз are деген көмекші етістікті қолданамыз. Және негізгі етістікке ing жалғауын жалғаймыз. You are listening to me now. Сен қазір мені тыңдап отырсың. Үшінші жақта he, she, it. Көмекші етістігі is арқылы жасалады. Және негізгі етістікке ing жалғауын жалғаймыз. Мысалы, he is surfing now. Ол қазір surfing жасап жүр. Negative form. Сөйлемнің кері түрі, яғни кері сөйлем. Жаңағы жасалған формаға to be етістіктерінен кейін, яғни am, are, is етістіктерінен кейін not, яғни емес деген жалғау жалғану арқылы кері сөйлем жасалады. I'm not studying now. Мен қазір оқып отырған жоқпын. Үшінші жақта he is not studying now. Ол қазір оқып отырған жоқ. Келесі сөйлемнің түрі interrogative form, яғни сөйлемнің сұраулы түрі. Сұраулы сөйлемде сөйлемнің ішіндегі көмекші етістігіміз am, are және is сөйлемнің алдына шығып кетеді, яғни сөйлемнің басында тұрады. Мысалы, am I studying now? Мен қазір оқып отырмын ба? Немесе are you studying now? Және үшінші жақта is he running now? Now let's play. Look at the picture and try to answer correctly. Біраз ойымызды жинақтап, сергіп, ойнап алайық балалар. Суретке қарап, дұрыс жауапты таңдаңыздар. Betty is sailing. A суретіндегі Betty is sailing. Betty жүзіп жүр. Суретке қарасақ, ол балмұздақ жеп тұр. Сондықтан оның жауабы қандай болу керек? No, she isn't. Немесе she is diving. Қысқа жауап немесе толық жауап беремізге болады, иә? No, she isn't. She is diving. Б суретіне қараңдар. The girl is sailing. Қыз жүзіп жүр. Б суретіндегі қыз жүзіп жүрген жоқ. Ол не істеп жүр? Ол балмұздақ жеп тұр. No, she isn't. She is eating an ice cream. Look at picture C. The boy is swimming. Бала жүзіп жүр. No, he isn't. He is water skiing. Жоқ, ол суда сырғанап жүр. Well, look at the picture and give answers. Is Charlie running? Yes, he is, or no, he isn't. Is Charlie diving? Yes, he is, or no, he isn't. Дұрыс жауабы бірінші сөйлемде. Charlie жүгіріп бара жатыр ма? Жоқ, яғни no, he isn't. Екінші суретте. Is Charlie diving?
Yes, he is or no, he isn't. Чарли сүңгіп бара жатыр ма? Yes, he is. Яғни дұрыс жауабы yes, he is. Я, ол сүңгіп жатыр. Your home task for the next lesson. Келесі сабаққа үй тапсырмаларыңыз. Complete the sentences. Сөйлемдерді толықтырыңыздар. Жақшада берілген етістіктерді нақ осы шаққа қойып жасаймыз. Бірінші сөйлем көрсетілген. Paul is water skiing. Павел суда сырғанап жүр. Қалған сөйлемдерді берілген есімдіктердің формасына қарай to be етістіктерін, яғни көмекші етістіктерді дұрыс пайдаланамыз. Am, are және is етістіктерін. So, thank you for your attention. The lesson is over. Goodbye. See you soon. And stay at home. Үйде болыңыздар. Сабақ осымен аяқталды. Келесі көріскенге дейін сау болыңыздар.